Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде Манаш Қабашұлының 85 жылдығына арналған Қозыбаев оқулары 2016 атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Игі дәстүрге айналған кездесу Манаш Қозыбаевтың ескерткішіне гүл шоғын қоюдан басталды. Академиктің рухына тағзым етті. Конференция барысында тарих ғылымының бірталай саңлақтары облыс әкімінің атынан алғыс хаттармен марапатталды. Іс-шараға Манаш Қозыбаевты 70-ші жылдардан танитын экономика ғылымдарының докторы, профессор, академик Кенжеғали Сағадиев те қатысты. Еңбегі мен ерлігін еске алып, ғылыми мұрасының айрықша рөлі мен маңыздылығын атап өтті. 70-м году он Манаш Қабашұлы өте қарапайым адам еді. Мен онымен 25 жасында танысқан едім. Ол ізденімпаз, жан-жақты адам. Көптеген халықаралық конференцияларға қатысқан. Соның ішінде бүкіл әлемдік тарихшылар конференциясында баяндама жасаған. Сол конференциядан соң оның еңбектері әлемге таңыла бастады. Бүгінгі күні монографиялары мен еңбектері 15 ел ішінде таңылып отыр. Манаш Қозыбаев халықаралық деңгейдегі жиындарға белсене қатысып, маңызды шаралардың басы-қасында жүрген тұлға. Ол халықаралық конференцияларда 200-ге жуық баяндамалар жасаған. Еңбектері Ресей, Украина, Қытай, Түркия, ақш елдерінде жарық көрді. Тәуелсіздік жылдары басталғаннан бері Манаш ағамыздың 10 жылдық ғұмыры осы тәуелсіздіктің кезеңіндегі ұлттық тарихтың қайтадан қарастырылып жазылуына өзінің үлкен әсерін тигізді. Жалпы ұлттық тарихтың тұжырымдамасын жасады. Манаш ағамыз сол тұжырымдаманың негізінде қазір тарих ғылымы өте дұрыс бағытта дамып отыр дейміз. Манаш Қозыбаевтың 30 монографиясы, 50-ден астам ұжымдық еңбегі бар. Оның басшылығымен Қазақстан тарихы академиялық басылымының 3-ші томы жарық көріп, Қазақстан тарихы ағылшын тіліне аударылды. Барлығы 800-ден астам еңбегі бар. Академик жеке ғылыми мектеп қалыптастырып, 90-ға жуық ғылым кандидаты мен докторларын тәрбиелеген.